Сәлеметсіңдер ме? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. 3-ші сынып, 87-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы көлде. Сабақтың мақсаты ойыңды көркем сөзбен жеткізесің. Бірінші тапсырма: өлеңді тыңда. Көл жағасында Зейнолла Шүкіров. Тау етегі көк кілең, балауса раң шөп кілең, өзен бойын жағалай өскен мынау қоғажай. Талма түстің кезін ақ шөлдеп қапты қозылақ. Қарайды үркіп үйректер, не нәрседен сезік ап. Қашпа үйректер сезік ап, демейді ғой қозылақ. Түсіндірме сөздік: раң шөптің аты, кілең барлығы түгелдей, қоғажай дегеніміз орман ішінде тоғайда өсетін шипалы өсімдік. Талма түс күннің төбеге келген кезі. Көлде тиісті жерінде кідіріс жасап, өлеңді мәнерлеп оқы. Түсініп оқы. 3-ші тапсырма: көлде. Күн жаңа ғана көтеріліп келеді. Жазғы түрі кең пейіл, дүние шыққа малынып маужырап тұр. Бармақ басындай қаралы аралар үлбіреген гүлдерге қонып бал жинап жүр. Ат тұяғының шапырып кеткен балғын көк шөптеріне жаным ашығандай. Жал болып біткен қалың орманды, қара топырақты құйқалы жер, көл де көп. Көл бетінде шомылып болып, айнаға қаранып, сыланып отырған аққу қаз су бетіне түскен сәулелерімен сұлулық салыстырып сырласып отырғандай. Жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер суылдап келіп көлге қонады. Қыбыр-қыбыр, жыбыр-жыбыр сырласады да қайта ұшады. Оттады, тойды, су ішті, қанды. Енді қамысты томарлы көлдердегі ұялары еске түсті. Қайта ұшып кетті. Ғабит Мүсірепов. 4-ші тапсырма: түсініп оқы, мәтіннің авторы туралы әңгімеле. Ғабит Мүсірепов жазушы, драматург, аудармашы. Ол солтүстік Қазақстан облысы Жамбыл ауданы, қазіргі Ғабит Мүсірепов атындағы ауылда дүниеге келген. Ана жайында жазылған әңгімелерінде ана бейнесі, қазақы қасиеттері мен көркем сипатталған. 5-ші тапсырма: суретке қара. Өлең мен әңгіменің байланысын анықта, айырмашылығын тап. Өлең мен әңгіменің байланысы көл туралы. Айырмашылығы: біріншісі өлең түрінде берілген, ал екінші мәтін әңгіме түрінде берілген екен. 6-ші тапсырма: мәтіндерге сүйеніп, кестені толтыр. Өсімдіктер және оған қатысты сөздер: балауса, раң шөп, кілең, өскен мынау қоғажай, қамысты томарлы. Ал құстар және оған қатысты сөздер: қаз сырласып отырғандай, қарағайды үркіп үйректер, сыланып отырған аққу. Жануарлар, жәндіктер, оларға қатысты сөздер: шөлдеп қапты қозылақ, қара ала аралар үлбіреген гүлдерге қонды. Ат тұяғының жапырағы кеткен балғын шөп. 7-ші тапсырма: кестедегі тіркестерді пайдаланып, көлде деген мәтін құрастыр. Көл жағасындағы өсімдіктер, көлдегі тіршілік, көлдің пайдасы. Таудың етегінде көл бар. Балауса раң шөп кілең, көлдің бойын жағалай қоғажай өскен. Бармақ басындай қаралы аралар үлбіреген гүлдерге қонып бал жинап жүр. Көлдің бетінде сыланып отырған аққу қаз сырласып, жайылымнан қайтқан мыңдаған үйректер суылдап келіп қонады. Қамысты томарлы көлдердің бейнесін көрсең, көзің тоймайтындай. Көлдің адамдар мен жануарларға, құстар мен аңдарға пайдасы зор. Көлде біздер қорек ететін жәндіктер мен балықтар өте көп. Мысалы, көлден жануарлар мен аң-құстар шөлін басса, адамдар шашылып рахаттанады. Көлдің жағасындағы таза, салқын ауа, күннің сәулесі, табиғи көгілдір өсімдіктер дүниесі демалуға өте пайдалы. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.